қазақ тілі тапсырмаларын жеңіл әрі оңай түрде орындау үшін менің YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар. Бірінші тапсырмада нақты ақпараттарды анықтауға арналған сұрақтар. Жамбылдың ашулануының себебі неде? Әлімжанның іс-әрекеті дұрыс па? Миуалы ағашты кім отырғызған? Қырсықтықтың қисайған бұтақпен қандай байланысы бар деп орындауларыңызға болады. Екінші тапсырмада сабасына түсу, ашуын басу, тынышталу. Қисық мінез, түзу емес, біртүрлі өзіне ғана тән оғаш мінез. Мерт болу, қаза болу, өлу, қайтыс болу. Жеңді білектей, жуан немесе өте үлкен. Төрт құбылаға жайылу, әр жаққа тарау, жан-жаққа шашылу. Балта шабу, бұзу, бүлдіру. Тәрбиеге көнбеу, айтқанды тыңдамау. Сөйлемдер. Ұрысқаннан кейін ол біраздан соң сабасына түсті. Оның қисық мінезі достарына ұнамайды. Бұл жаман сөз олардың достығына балта шапты деп екінші тапсырманы орындауларыңызға болады. Үшінші тапсырмада күнгей, терістік, көлеңке, жаяу, атпен, көлікпен, атты, қасиетті, қасиетсіз, жай, жақын, алыс, денең сау, ауырып тұр, сырқат, өтірік, шын, ақиқат, жуан, жіңішке, теріс, дұрыс, оң, ыстық, суық, қисық, түзу, ұзақ, қысқа, зәулім, аласа деп үшінші тапсырманы орындауларыңызға болады. Төртінші тапсырмада ағаш ек, болашаққа дем сыйла. Қымбатты оқушылар, табиғатты қорғау әрқайсымыздың қолымызда. Бір ғана егілген ағаш таза ауа, көлеңке, әсем табиғат және ертеңгі ұрпаққа қалатын мұра. 23 сәуір күні сағат 10:00-де мектеп ауласында бір оқушы бір ағаш атты экологиялық акция өтеді. Біз сіздерді өз көшетіңізді отырғызуға, табиғатқа қамқор болуға, мектеп ауласын жасыл желекке айналдыруға шақырамыз. Келіңіздер, болашаққа бірге үлес қосайық. Бесінші тапсырмада ауыл адамдары мәуелі ағашты қасиетті санап құрметтейді. Ал егер бұтағы қисық болса, оны шауып тастап күтім жасайды. Себебі олар қисық бұтақты тәрбиеге көнбейтін, қисық мінезді адамдай мерт болады деп түсіндіреді деп орындауларыңызға болады. Ал келесі 6-шы тапсырмада жердің көркі ағаш. Біздің ауылдың маңында биік шырша мен сыңғырлаған ақ қабықты қайың ағаштары өседі. Таңертең жел баяу соққанда қайыңның жапырақтары сыбдырлап, әдемі әуен сияқты дыбыс шығарады. Ал шырша қысы-жазы жасыл күйін сақтап табиғатқа ерекше сән береді. Ауыл адамдары бұл ағаштарды қадірлейді, себебі олар ауаны тазартып, айналаны көркейтеді. Жердің көркі ағаш деген сөздің шын екенін осы екі ағаштың көргенде анық түсінесің. Шырша биіктіктің, мықтылықтың белгісі болса, қайың сұлулық пен нәзіктіктің символы. Біз бұл ағаштарды күтіп, сынап, қалған бұтағын алып тастап, қажетті жерін суарып, табиғатты қорғауға тырысамыз. Өйткені әрбір ағаш біздің болашағымызға салынған кірпіш деп 6-шы тапсырманы орындауларыңызға болады. Немесе 6-шы тапсырмада өзіңіздің үйіңізде, яғни аулаңызда қарағаш өсетін болса, қарағаш деп ауыстырып жаза аласыздар. Ақпарат пайдалы болса каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.